Шоқ келдік пе? Келдік. Наконец-то түстік ау. Басым олып кетті ғой. Қарын ашпады ма? Қарын ашудай ашса. Енді мұны аяқта сталып қалмаса болды ғой. Сталып қалмау керек сол. Қарын ашуын ашты ғой. Үйге жетем ма? Менде нан бар. Нан ба, әке. Мен жеп аласың ба? Короче, ақшадан бар ғой. Аха. Так, бізде 30 мың теңге қалыпты. Әйтеуір бір үй табу керек, арзанырақ. Үй дейсің ба? Мен бай десе бағана жолда бар ғой. Бір қороттай үйлер көріп көрген, крышадан ба бір 20 мыңға ма 25 мыңға бір үй бар. Қарай онда сен Алекс. Крышадан қарай. Жарайды жүр. Бай, мынау қандай қала. Көзім ай, ё-моё. Ё-моё. Күн жанып тұрған аяқта. Мынау мектеп сияқты. Походу осы мектепке түсеміз біз. Қайсы мектепке түссек те ұстамау керек мектепте. Проблема ұрынбай. Кеттіңді үйіздік. Қаламен де танысып алайық, қазір жоғалып кетіп. Айгол төскол болып жүрмейік. Пон танысады, нағал дәу екен негізде. Алдыңғыдан қараған дәу сияқты. Нәтөбе айгол төскол олайын деп тұрып қой біз. Натырбізден ба? Еще шынымен мектепке баруымыз керек қой, мектеп табуымыз керек. Айгол төскол боламыз. Чугис бар ғой, Чугистан қарап табуға болады. Артында bila соғып соғысасың. Так, мына қала жалпы үлкен екен, мен көріп келатырмын үйді ше. Қаяқта алыс па не әлі? Әлі біраз жүру керек сияқты по идее. Қала шет жағында Ауди оңға бұрыламыз да. Қаяқта еді? Жалпы қала әдемі екен негізі. Қала әдемі екен. Оқуымыз да тым жақсы оқиық, күнде төбелесіп болмай. Дұрыстап оқып, бір жұмысқа орнап, ана жақта магазин бар ма, жүріп кіріп кетейікші. Сен төбелесің беріш, әке, мен өзім қарайыншы. Осы жерлерде сияқты жақын қағамыз. Так, әкел. Так. Осы орман араларында деймін. Міне осы жақта ғой. Талды көше қайтыр. Міне орманның ішінде, так, міне көк болып көрсетіп тұр ғой, міне. Точка. Әндір. Осы үй ма? Иә. Мә телефон. Жасыл үй алдым, әдейі жасыл үй таңдадым. Талдың арасында қатты білінбейді, кішкентай еще. Қайсы көрейік? Ё-моё, мынау шер отыр ғой. Сатылады дейді. Звондаш? Да, звондайын. Так, 8-700 қанша? 8 сөйлесуге мен үйдің ішін қарап қайтам. Ашық болсын. Ашық екен. Ё-моё, шер отыр ғой, мынау паутина басып кеткен. Бірақ біздің бұл ақшамызға болады осы. Алло. Так, дейін. Келесі жатқан шақты. Не болды? Короче, үйді бағасы қанша деп атсы енді, тәте? 30 мың дейсіз ба? Мә, бізде 30 мың. Түсіңізші, бізде деген. Бізде ақша азды, 23-ке түсіңізші. 23-ке түсіңізші. Біз студент едік, студент емес, даже оқушымыз ғой біз, неқтен досым екеуміз ғана тұрамыз. Ешкім келмейді басқа. 23 мыңға түссеңізші. 23 мың. Шыр отыр ғой, 23-ке түсте болады ғой. 23 мың түсіңізші, кішкентай ғой. Әпшені қарасыңызшы, кішкентай ше, ескі тазаланбаған үй. 23 мыңға түсіңіз, дәл қазір барып аламыз кілтпен. Түсесіз ба? О, все, рахмет, все. Так, ақшаны прямой Каспийға жіберіп па осыдан? Или келесіз ба? Каспий? Все, Каспий осыдан ұрады. Айшоқ. Все, рахмет. Қаяқтасың? Айта салшы анаған. Келе салсыншы, айтты менде наличка ғой ақша. Келе аласыз ба? Бүгін еді, ертең дегендей. Келе аласыз ба? Все. Все, болды, все. Келем дейді, жат. Все, тәте, міне, келіскендегіміздей, 23-ке, міне 1-2 мың, міне 1 мыңдық. Все, болды. Че, тамашоқ, алдым ал. Болды, тәте, давайте барайық. Кілтін сұрағылшы? Жүр, мектеп көп документімізді тапсырып келейік. Үйдіше бірінші жолдан тазалайтын заттар алу керек, құр қолмен тазаламай. Сындырып сияқты мынаны. Кілтек бітесің ба, несейсің? Сатылмайды болды, сындырыпты. Так, все. Жоқ біте сал соны. Дизайн. Хоппа. Жүріп кеттік. Мана мектеп қаяқта еді, жол есіңде ма? Жол ма, не артта? Осы жақтан ма? Иә, осы жақтан келдік қой біз.
Жонда мектепті табайық. Сақты да? Бол күні бұрынғы біздің мектеп деген. Бұрынғы біздің мектеп. Мен мына жерді қарасам ана Расулдан таяқ жеген есіме түсіп кетті. Корпус жестко екен, кеттік. Осы ма точно? Походу. Директордікі екінші этажда болу керек. Екіде или үште отырады. Так. Мынаны қарайшы, корпустан корпусқа өтетін жерін қара. Базар жоқ. Сен қарай, мен мына жақты қарайын. Так, давай. Директордың бөлмесі қаяқта екен? Жоқ, мұнда екен. Кән? Сонда ма? Документіңді алған шығарсың? Алдым. Тут бар. Ал, қабылдасын деп тіле. Ал, піс. Кіруге бар ма? Все кіреді. Так. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Біз деген мектепке оқуға келіп едік қой, вообще документіміз тапсырайын деп. Сол оқуға мен документтерім дұрыс бәрі. Короче деген. Сол. Осы мектепке оқысақ деп білімдеріміз сосын. 10-шы сыныпқа түсейін деп. Соған, короче деген. Рұқсатыңызды берсеңіз. Документіміз тексерсеңіз болады. Міне. Сыртқа шығатырайық па, жабет? Жүр. Шығатырың дейді ол. Так, қабылдамай қалса не істейміз, Так. Қабылдамай қалса? Қабылдайды, қабылдамай қайда барады. Так, пайди, орта мектеп қой, қабылдау керек. Қабылдау керек қой, егіз барға бәрі ғой. Сол. Бұлар мектебіне тұржанымыз келген жоқ қой біз. Шақырады ма? Жарайды, сіздерді қабылдаймын. Осы демалыстан кейін келе берсеңдер болады сабаққа. Осыдан кейін кітапханаға барып кітаптарыңды алып алың. Ал, сәттегі сабақтарың жақсы оқың. Рахмет, жарайды. Сау болыңыз, понедельниктен бастап келеміз ғой. Жақсы болды ғой қабылдау. Мектеп қой, қабылдау керек. Қайда барады қабылдамай. Кітапханада алынды қойдық, кітапханадан кейін ертең ала салайық. Сол, жүріп кет. Видео менде боқтамаш. Кеттік. Жібе, үйге қайтайықшы, шап-шадым мен. Менде. Үйге қайттық керек екен ма? Жүр. Кітап арқалауға вообще жалмай жоқ ше. Ана ғой, ана жақта қайғы бар еді. Қайықтымен адасып жоқ, адасып деп мектепке келетін кезде адасып кетпейік та. Жібе. Біздің просто тұрған қалаларымыз кішкентай қой. Сол мына қала слишком үлкен екен. Ана көшеде мектеп, мына көшеде има бір бөле болды бізде. Велик па бірден алу керек, жаяу жүрген болмайды, хотя маршруткамен жүру керек. Ертеңге жеткізу керек, сосын. Тамақ алмаппыз да ғой, 2000 теңге бір бөле доширак алып қалу керек, хотя. Есікті аш. Жатам мені. Ұйықтаймын мен де. Тоқтан ұйықта деген 2 кроватты бөлейік 2-ке. Бөлек болғанда жарайды. Сен қай жаққа жатасың? Жата бересің бәлде. Мен мына жерде жатайын, сен басқа жерде жатың да. Дай так мен терезені жабайын. Терезені жауып тастайықшы. Осы жаққа жатайын, терезенің үстіне. Все, давай. Ұйықтаймын, шаршадым. Ертең барып қалаға барып. Құтты болсын ал. Ал бірге болсын. Бомждардың саяхат деп қой, давай жаттым мен де.